Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа өте ерекше тағам жасайтын боламыз. Жасауы өте оңай, көп уақыт алмайды. Бізге қажет тартылған ет, картоп, сәбіз, пияз, тұз, бұрыш және бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Тартылған еттің үстіне қосамыз, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Одан кейін тартылған етіміз бірігіп шашырамай пісу үшін бір жұмыртқаны жарып қосамыз. Тағы қолымызбен араластырып жібереміз. Одан кейін сәбізді дөңгелектеп турап аламыз. Картопты екіге бөліп, жартылай дөңгелек етіп тураймыз. Енді картоп пен сәбізге аз ғана сұйық май қосып, тұз, бұрыш қосып, қолымызбен араластырып аламыз. Әрі қарай май жағылған формамызға тартылған етті қолымызбен дөңгелетіп, фрикадельки жасап аламыз. Осылай барлығын дөңгелетіп жасап шыққан соң, жаңағы туралған картопымыз бен сәбізді әр фрикаделькидің арасына салып шығамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, және менің каналымды қолдап, әр салған видео рецептерге лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Барлығын дәл осы видеодағыдай жасап шығамыз. Картоп пен сәбізді жан-жағына орналастырып болған соң, аз ғана ыстық суға бір шай қасық томат пастасын қосып, үстіне құямыз. Духовкада 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Міне осында ерекше әдемі кешкі асымыз дайын болды. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір жаза отырыңыздар.